еліміздегі спорт күніне орай видеосюжетімізді облыстан Токио Олимпиадасына жолдама алған Асхат Ділмұхамедовке арнаймыз. Күрескерлер арасында Асхаттың есімі кеңінен танымал екені сөзсіз. Десе де, еліміздің абыройын әлемдік ареналарда қорғап жүрген Асхаттың Қарасай ауданының тумасы екенін бірі білсе, бірі білмес. Ең алдымен спортқа деген алғашқы қадамдарын да осы Қарасай жерінен, яғни Қаскелең қаласындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінде бастапты. Бірақ 8-ші сыныпқа өткенде Алматы қаласындағы физика-математика пәнін тереңдетіп оқитын мектепке ауысып, спортпен шұғылдануды сол жерде жалғастырған. Дегенмен Асхаттың белдесумен кәсіби айналыса бастаған алғашқы спорт мектебі мен бапкер ұстаздарына деген құрметі мен ықыласы ерекше. Как раз у нас пришел заниматься Асхат Дильмухамедов. Привел его папа, который занимался у нашего тренера же Ковалева по греко-римской борьбе, раньше классическая называлась. Папа тоже у него борец. Вот он привел. Условия, конечно, в 90-е годы, знаете, какое было. Почти ничего не было. И вот его первый тренер Абайдельдинов Каблан. Хороший парень, преданный спорту, сколько у него травм было. Все это он пересилил. И переломы, борьба, знаете, это что такое. Вот вырос наша звездочка Карасайского района, который прославляет не только наш район, но всю страну. Екі дүркін Олимпиада чемпионы Роман Власовты ұтқанда тақиямызды аспанға ұрып қуанған болатынбыз. Расында, осы жеңісімен қазақ жанкүйерлерін бір тасытты. Бұл белдесуден кейін Асхат енді тіл көзден сақтап, сынақтардан сүрінбесе, Токиода өтетін Олимпиадада ел намысын қорғамақ. Аллаға шүкір, қазір биылғы чемпион Азия болып атандым. Лондон Олимпиадасына кішкентай кезімде Олимпиадаға бару мақсат болса, енді мақсатымыз өсті, енді Олимпиада чемпионы деп атансақ деп ойлаймын. Бұл оның өміріндегі ең маңызды жарыстардың бірі болайын деп тұр. Осы орайда Олимпиадаға жолдама алған балуаншы жерлесімізге сәттілік серік болсын деп тілейміз.